Қазақ елінің адал ұлдарының бірі Жұмабек Ахметұлы Ташенов. Жұмабек ағамыз ел билігіне араласып, қазақ жерінің тұтастығын сақтауға бүкіл ғұмырын арнады. Тың игеру кезінде Никита Хрущев Қазақстанның 5 облысын Ақмола, Көкшетау, Қостанай, Павлодар және солтүстік Қазақстан өңірін Ресейге қосып алу саясатымен Мәскеуден Соколовты жібереді. 1960 жылы Қазақ КСР министрлер кеңесінің төрағасы қызметінде отырған Ташенов Целиноградқа ұшып келіп, жоспарлау комитеті келесі жылға керекті бюджеттің мәліметін бермеді деп Соколовты орнынан алып, 24 сағат ішінде Қазақстаннан қуады. Жұмабек Ахметұлының айтқан сөзі: тың өлкесі қазақтың жері, ол ешқашан Ресейге берілмейді деп қадап айтқан екен. Кейіннен тың өлкесі комитетінің төрағасы Козлов: жолдас Жұмабек Ахметұлы, біз сізден ештеңе сұрамаймыз, тек Мәскеудің бергеніне тиіспеңіз деп қыр көрсетеді. Сонда Ташенов: бұл жерлер Қазақстандікі, оны басқарып отырған Қазақстан Компартиясы мен Қазақстан үкіметі. Сіз, жолдас Козлов, осының мүшесісіз. Мынандай қыр көрсететін болсаңыз, қазір партиядан шығарып, жұмыстан босатам деп кесіп айтқанда, Козловтың зәресі ұшып, көзі алайып, кешірім сұрап жүгірген екен. Қазақтың адал ұлы Жұмабек Маңғыстауды Түркменстанға бермей, оңтүстік жерлерді Өзбекке бермей, Мәскеу қаулыларының талайын тоқтатқан. Кейін орнынан алынған кезде қазақтың ең сүйікті ұлдарының бірі Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев Ташеновке қолдау көрсетіп, ұлт мүддесін қорғап, 1964 жылы Өзбекстанға өтіп кеткен жерлерді қайтарды.